Жакко компаниясының демеушілігімен. Ош-қарау, бұттың семір алсың ғой. Аманшылық па? Бүгін құрбан айт қой. Қожайыным құрбанын шалуға ниет еткен екен, мен де оны ұятқа қалдырмайын дедім. Бәрібір Аллаға етіңде қаныңда жетпейді екен. Семіргеннен не пайда? Рас. Алла малдың етіне де, қанына да мұқтаж емес. Аллах адамдардың еті мен тақуалығы маңызды. Онда неге сен құрбан болуың керек? Түф, немене шулап кетті? Айта бер. Біздің етімізге Алла емес, адамдар мұқтаж. Құрбан жақындау деген сөз. Адамдар мал сойып, мұқтаж жандардың қарнын тойғызып, Аллаға жақындай түседі. Қысқасы, адамнан ниет, бізден ет. Онда мен де дайындалайын. Ренжіме, бірақ сен құрбандықтың қатарына кірмейсің. Әне, қожайын да келе жатыр құрбан шалуға. Ниеті түзу екен, бекерден бекер құрбан болып кетпеші өзі. Аллаға құрбандарыңның еті де, қаны да емес, тек тақуалықтарың ғана жетеді. Ей, бисмиллахны ұмытпа.